Сәлем достар, мұхит әлемі бүгіп жатқан сыр қаншама. Зерттеушілер су түбіндегі тылсым сырларды ашуға талпынып келеді. Осы күнге дейін зерттегендері 19 болса, зерттелмей, әлі күнге құпиясын жасырып келе жатқаны 99. Сіздермен бірге бәрі бар арнасы. Бұл бейне жазбамызда біз сіздерге мегалодон неден жойылғаны жайлы айтатын боламыз. Ендеше кеттік. Ұшы қиыры жоқ мұхит, телегей теңіз жайлы аңызда көп, ақиқаты да жетерлік. Соның бірі алып акула мегалодон. Бұл тіршілік иесі осыдан миллиондаған жыл бұрын мұхитта тіршілік етті деп топшыланады. Ұзындығы 18 метр, ал салмағы 47 тонна болған көрінеді. Бірақ бір жолата жойылып кетті. Кім біледі, бәлкім әлі де бар болар. Әйткенмен адамзат көзіне түсе қойған жоқ. Мегалодонның неден жойылып кеткені әлі күнге дейін зерттеліп келеді. Ғалымдар бұл тіршілік иесі климаттың өзгеруінен азайып, бір жолата жойылған деп есептейді. Оған ғаламдық жылыну себеп болды дейді. Дегенмен зерттеушілер арасында өзге де себептері айтылады. Жуырда тіпті мегалодон теңіз жыртқыштарының әсерінен жойылған дегенде нұсқа пайда болды. Мұндай қорытынды оңтүстік Каролинадағы Чарльстон колледжінің палеонтологтары Пирч журналында жариялады. Мұхит түбін мекендеген алып тіршілік иесінің кей қаңқа қалдықтары солтүстік Американың батыс жағалауынан табылған. Палеонтологтар қайта қарап, мегалодон 2,6 миллион жыл бұрын емес, тіпті одан да бұрын жойылғаны жайлы қорытынды шығарады. Ал жойылуына бірден бір себеп ақ акулалар деген тоқтамға келген. Алып ақ акулалар алғаш рет жер бетінде шамамен 6 миллион жыл бұрын пайда болған. Олар бастапқыда тек Тынық мұхитында болған. 2 миллион жыл өте олардың саны едәуір артып, барлық аймаққа тараған. Мұхиттан мұхитқа, теңізден теңізге тараған ақ акулалар алып мегалодонның азығына ауыз-салған. Осыдан барып азық үшін бәсеке туып, алып балықтың тіршілігі құрдымға кеткен дейді Чарльстон колледжінің палеонтологтары Роберт Боссенекер. National Geographic сарапшылары бұл нұсқаны тың әрі жылдам қабылдаған гипотеза ретінде бағалады. Себебі мегалодон азық болмай жойылған болса, онда ақ акулалар ғана емес, өзге теңіз жыртқыштарды назардан тыс қалдырмауды айтады. Мегалодон режиссерлардың да қиялына қанат бітірген тіршілік иесі. Мысалы, 2001 жылы режиссер Мэтт Коттың Shark Hunter фильмі жарыққа шықты. Ал осыдан бірер жыл бұрын Джон Тертелуктың Make Monster of the Depths фильмінде мегалодон жайлы молынан айтылады. Бірер жыл бұрын мегалодонды Швейцария мен Ақ желінің ғалымдары да зерттеген болатын. Олар да табылған барлық қалдықты зерттей келе, алып балықтардың толық жойылып кеткен уақыты 2,6 миллион жыл бұрын деп болжаған еді. Ал сіз мегалодон жайлы басқа қандай ақпараттарды білесіз? Егер білсеңіздер, міндетті түрде пікір алаңға жазып қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше, YouTube-тың қызығын бөліскенше достар.